Сәлеметсіздер ме? Мен дәрігер Сайпыл Серік. Бүгін жусан шөбінің пайдасы жайында айтатын боламын. Бұл жусан шөбі қауынға қарсы, вирусқа қарсы әсер етеді. Бұны көбінесе өкпе ауруларына қолданады. Ұзақ уақыт болған жөтелге, ұзақ уақыт болған қақырықтың шықпауына және бронх ауруларына қолданылады. Бұның тұнбасын қайнатып ішсе өте пайдалы. Жусан шөбі бұл ағзаны токсиндерден тазартып, иммунитетті күшейтеді және өкпе тенін қалпына келтіруге көмектеседі. Енді бұны үй жағдайында қалай қолданамыз дегенде, бұны қолданардан бұрын дәрігермен кеңесу керек. Себебі кей адамға жағуы мүмкін, кей адамға жақпауы мүмкін. Келесіде осы жусан шөбінің канцерге қандай қарсылық әсері бар, сол жайында айтатын боламын. Егерде менің осы кеңесім ұнаған болса, менің осы каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдын ала рахмет.